Алғашқы телескоптар. Телескоп алыстағы денелердің кескін бейнесін және пішінін бұзбастан жақындатып көрсететін құрал. Мұндай алғашқы құралды 1608 жылы голландиялық көзілдірікші Ханс Липперші ойлап тапты. Бұл алғашқы телескоп затты 5 есе үлкейтіп көрсететін еді. Астрономияда қолданылатын алғашқы телескопты Галилей 1609 жылы жасап шығарды. Бір затты 20 есе үлкейтіп көрсетті. 1668 жылы Исаак Ньютон алғашқы айна қолданған телескопты ойлап тапты. Бұл жаңалық ғылымдағы үлкен бетбұрыс болды. Заттарды бірнеше есе үлкейтіп көрсететін мұндай құралдармен ғаламшарларды бақылаған. Қазіргі кезде жердегі ең үлкен телескоп Гавайидегі сөнген Мауна Кея жанартауының шығына орналастырылған Кек телескопы. Ол қуатты компьютерлер арқасында әрқашан жақсы жұмыс істейді. Бұл телескоп басқа телескоптар көретін ауданнан 8 есе артық көреді.